Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін мен Бекарсу Айбек, математика пәнінің мұғалімі. Бүгін мен сіздерге квадрат теңдеулер тақырыбын өтетін боламын. Яғни бүгін біз сіздермен сабақта квадрат теңдеулердің құрылымын, шешу жолдарын және практикада бекітуді үйренетін боламыз. Квадрат теңдеудің құрылымы. Бізде екінші дәрежелі теңдеуді біз квадрат теңдеулер деп атаймыз. Оның құрылымы ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болып келеді. A, b және c сандары бізде нақты сандар, ал x айнымалы болып табылады. Біз барлығымыз білетіндей квадрат теңдеулерді дискриминант арқылы мектепте үйрендік. Ол дискриминант бізде d тең bx квадрат минус 4ac. Егер d үлкен 0-ден болатын болса 2 түбір, d тең 0-ге болатын болса 1 түбір, d кіші 0-ден болатын болса түбірі жоқ деп қарастыратын едік. Біз енді осы квадраттық теңдеулерді дискриминанттан бөлек оңай жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Бірінші бізде тәсіл, бұл бізде вет тәсілі. Бізде вет тәсілі бұл x1 плюс x2 тең минус b-ға, x1 көбейтілген x2 тең c-ға. Оны мысал арқылы көрсететін болсақ, x квадрат минус 5x плюс 6 тең 0. Осы квадрат теңдеудің бізде яғни x1 плюс x2 минус b, бізде минус b бізде 5 болып тұр. Минус таңбасымен алатын болғандықтан минус минус плюс болып кетеді, яғни 5 болады. Енді x1 көбейтілген x2 тең c-ға, c бізде 6-ға тең, 6 деп жазатын боламыз. Осыны біз жүйеге келтіріп, жүйені шешу арқылы x1 мен x2-ні табамыз. Бірақ бізде бұл коэффициенттер оңай болғандықтан, біз бұл жерде өзіміз сан беру арқылы жауаптарын табатын боламыз. Яғни x1 2 санның қосындысы 5, ал көбейтіндісі 6 болатын сан болу керек. Яғни x1 бізде 2-ге, x2 тең бізге 3-ке тең болады. Бізде 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең, ал 2-нің қосындысы 5-ке тең. Бұл бізде бірінші тәсіл, вет тәсілі осы коэффициенттерді қолдану арқылы оңай шешуге болады. Екінші тәсіл бізде переброски тәсілі, яғни бұл бізде ветке ыңғайлау түрі болып келеді. Яғни бізде егер a тең 1-ге болмаған жағдайда біз ветті қалай қолданамыз? Осы переброски тәсілін қолдану арқылы оны ветке келтіретін боламыз. Яғни оны мысал арқылы түсіндіретін болсақ, 2x квадрат минус 5x плюс 3 тең 0. Бізде енді осы 2 деген a мәнін біз c-ға көбейтетін боламыз. Яғни x квадрат минус 5x плюс 6. Бізде бастапқы веттің формуласына келді. Енді біз осыны вет арқылы жаңа тапқан болатынбыз. Яғни x1 көбейтілген x2 тең c-ға, x1 плюс x2 тең минус v-ға. Бізде 2-нің көбейтіндісі 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, 2 мен 3-тің қосындысы 5 болған. Яғни бізде x1 мен x1 тең 2-ге, x2 тең 3-ке болды. Бірақ бізде бұл тәсілде бір ескеру ету керек нәрсе бар. Бізде бастапқы көбейткен 2 санымызды соңында шыққан мәнге бөлу керек боламыз. Яғни 2-ні a-ны c-ға көбейткен боламыз. Сол a-ны қайтқан сол мәнге бөліп шығамыз. 2-ні 2-ге, 3-ті 2-ге бөліміз. Яғни x1 бізде 1-ге, x2 бізде 3 бөлінген 2-ге тең болды. Бізде келесі жағдай, бізде ерекше жағдайлар болады. Бізде мысалы алдында квадрат теңдеулердің алдында коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болатын болса, яғни оның мәндері x1
x1 бізде 1-ге, екінші түбірі с бөлінген a-ға тең болады. Бұны мысал арқылы көрсететін болсақ, 2x квадрат минус 5x плюс 3 тең 0. Бізде, яғни коэффициенттердің қосындысы 2 минус 5 плюс 3 тең 0. Коэффициенттердің қосындысы бізде 0-ге тең болды. Яғни онда біздің түбірлеріміздің мәні x тең 1-ге, ал x2 тең с бөлінген a. С бізде 3-ге тең, ал бізде a 2-ге тең. Осы жағдай арқылы біз квадрат теңдеудің мәнін бірден таба алады екенбіз. Бізде келесі тәсіл топтау тәсілі, яғни біз квадраттық теңдеуді топтау арқылы сызықтық теңдеуге әкелетін боламыз. Біз ол қалай жүреді? Яғни бізде b коэффициенті бар. b коэффициентін біз a-ға да с-ға да келтіру арқылы бұл топтау тәсілін жүзеге асырамыз. Яғни бізде 5x, бізде оны 1 және 6 санына келтіреміз. Яғни 3x квадрат минус x плюс 6x. Екеуінің қосындысы бізде 5x беретін болады. Яғни бізде ортақ көбейткішті жақсының шартына шығару арқылы біз мыналарға жақша береміз. Жақша бергеннен кейін ортақ көбейткішті жақсының шартына шығаратын боламыз. Бізде 3x квадрат минус x-ден x жақсының шартына шығады, ал 6x минус 2-ден 2 жақсының шартына шығатын болады. Бізде жақшаның ішіндегі сандар бір-біріне тең болғандықтан, оларды тағы жақсының шартына шығарамыз. Ортақ көбейткішті жақсының шартына шығару арқылы. Яғни бізде x плюс 2, 3x минус 1 деген 2 сызықтық теңдеу пайда болады. Бізде көбейтіндісі 0-ге тең болатын болса, біз оны жеке-жеке 0-ге теңестіре аламыз. Яғни x плюс 2 тең 0-ге, x тең минус 2-ге, ал 3x минус 1 тең 0-ге, x тең 1 бөлінген 3-ге. Бізде келесі тәсіл толық квадратқа келтіру. Бізде мысал арқылы келтіретін болсақ, бізде қысқаша көбейту формуласы бар. Қысқаша көбейту формуласы бізде x квадрат, a квадрат плюс 2av плюс v квадрат. Яғни біз осы жерде 2av-ны 6x деп аламыз. Бұл дегеніміз бізде 2 көбейтілген 3 көбейтілген x. Бізде x-іміз a-ға, 3-іміз b-ға тең болды. Енді оны квадрат теңдеу арқылы ашатын болсақ, x квадрат плюс 2 көбейтілген 3 көбейтілген x плюс бізде 3-ті v квадрат деп аламыз да, яғни 9-ды беретін боламыз. Біз 9-ды бергендіктен біз оны қайтадан 9-ды алуымыз керек. Яғни бізде теңдеудің құрылымын өзгертпеу үшін. Соңындағы 5-ті қосамыз. Тең 0-ге. Енді біз осыны квадрат теңдеу келтіргендіктен, оны біз қайтадан квадратқа жақшаны жабатын боламыз. x плюс 3 2. Яғни бізде жаңағы минус 9 бен 5 коэффициенттері формулаға кірмей қалып, өздері қалғандықтан, оны жақсының ары бетіне өткізетін боламыз. Яғни ол 4-ге тең болады. Бізде бұны екеуін де түбірдің астына алу арқылы квадраттан құтыламыз. Яғни x плюс 3 тең плюс минус 2. Ал x бірінші мәні бізде плюспен алатын болсақ минус 1-ге. Екінші мәні бізде минуспен алатын болсақ минус 5-ге тең болады. Бізде осы квадрат теңдеулерді шешудің бірнеше тәсілдерін көрсеттім. Осы тәсілдерді қолдану үшін біз мына практикалық жұмыстарды шығаруымыз керек болады. Осыларды сіздер шығарып, оны тәсілдері толық үйренулеріңізге болады. Бүгінгі сабақ осы. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.